Жұрттың алды емес, арты емес, орта шенде келген Бөрібай, Тінәлі, Таңжарықтар да бір шеттен келіп қарап тұрды. Таңжарықты жаңа көргендер, бұл кім болды екен дегендей қарап қояды. Қай жерде болса да қазақтың күні жағдайы бір екен-ау деген ойға келді Таңжарық. Қаумалаған жұртқа жағалай көз қыдыртып шықты. Кедей байқұстар енді қайсын, әйтеуір ойындағыларын айтып білдіруге жарап, еңселері көтеріліп қалғандай. Төбедегі үстелдің төңірегінде 4 адам отыр. Біреуі болыстық атқару комитетінің төрағасы Омарбек, екіншісі Қосшы одағының мүшесі Тыныбек. Қалған екеуін жұрт танымай отыр. Бұрын көрмеген адамдары. Жұрттың бас-аяғы түгел жиналдау деген кезде ортада отырған Омарбек орнынан тұрып: «Ағайындар, жолдастар», деді даусы қаттырақ шығып. «Біз осы 2-3 күн бұрын Жәркен түйесіне қарайтын мына өзіміздің Байынқол, Тұзкөл төңкерістік комитеттерінің қармағындағы болыстың төрағалары үлкен жиынға барып келдік. Сол жиылыста айтылған жағдайлар мен сіздерді таныстырып өтейік деп, бүгін біздің ауылға Байынқол төңкерістік комитетінің төрағасы Жазылбек Сербаев, Мойынсеріктің бастығы Айдарәлі Текебаев жолдастар келді деп, қасында отырғандарға қарап қойды да сөзін ары қарай жалғастыра берді. Бұл кісілерге қоятын сауалдарыңыз, айтатын сөздеріңіз болса, қысылмай, ұялмай айтыңыздар. Қазір мен сөзді комитет төрағасы Жазылбек Сербаев жолдасқа беремін деп, шымыр денелі, орта бойлы, қара торы жігіт ағасы Омарбек орнына отырды. Ұзын бойлы, тік шәпкі, былғары шапан киген бидай өңді адам орнынан тұрып, байсалды байыптылығын танытқандай ел жұртқа біраз шола қарап тұрып сөз бастады. «Жолдастар, бұл өңірде жер-су реформасының аяқталғанына 1,5-2 жылдай уақыт өтті. Жерсіз кедейлерге жер бөлініп берілді. Ал ол жерді қалай пайдаланып жатырсыздар? Байлар кедейлерге көмектесе ме? Міне осы мәселелердің жай-жапсарын анықтап көруіміз керек. Уездік үкімет бізге осындай тапсырма беріп отыр», деп біраз жағдайларға тоқталды. Кейбір болыстарда кедейлерге берілген жерлерге баяғыда менің жерім болатын деп көз алартушылар, дауласушылар байқалған. Кедей жалшыны баяғыдай ұрып-соғып жұмсайтын байлар да бар екенін, оларға қатаң жаза қолданатынын да айтып өтті. Байдан ақысын ала алмай жүрген кедейлерге үкімет әр уақытта көмек көрсетуге дайын екендіктерін айтқанда, әр жерде топтанып тұрған жалбағай тымақ жарғақ тондылар дуылдасыңқырап басылды. Бұдан кейін Айдарәлі Текебаев сөз сөйлеп, болыстарда құрылған мойынсеріктердің күн сайын күшейіп келе жатқанын, оған кіріп жатқандардың да көбейе бастағанын айтты. Біраз жерде егіншілікпен әжептәуір айланысқанын, бұл жұмысты бұдан ары жалғастыра беру керектігіне тоқталды. Егіншілікпен айналысқандарға күш-көлік жағынан байлардың көмек көрсетуі керектігін айтты. Содан соң Айдарәлі Қосшы одағының жағдайына тоқталды. Оған мүше боп кірудің шарттары мен ережелерін түсіндіріп өтті. Кейбір жерлерде Қосшы одағына бай балаларының да кіріп кеткенін айтып, олардың аты жөндерін атап шықты. Енді бұған жол берілмейтінін, егер ондайлар байқалса, дереу одақтан аласталады дегенді ұқтырды. Осы кезде тағы да кедейлер жағы ондайлар бар ғой десіп әр жерден дауыстап жатты. Оларға жақын тұрып қалған кейбір байлар бағжаң етіп ала көздерімен атағырасып қойды. Баяғы күніміз болса шіркін десіп іштерінен тынып ақ тұр. Жоғарда төңкерістік комитет төрағасы айтқандай,
Уездік жиылыста осындай мәселелер, Совет үкіметінің жүргізіп отырған шаралары, жер су реформасы туралы, ол кедейлер арасында қандай нәтижелер беріп отырғанын тексеру керектігі айтылды. Мойынсерікке көп үміт артып отыр. Егіншілікпен айналысуды күшейте түсу керек, деді Айдарәлі Текебаев сөзінің соңында. Қалай күшейтеміз? Деп дауыстады топтың арт жағынан біреу. Жұрт жалт-жұлт қарай қалысты. Құрал сайман соқа жетіспейді. Анада мына түкпірден аз жер жыртып едік, ит қорлықпен бітірдік. Байлар өгіздері мен аттарын аяп бермей қойды. Осы Мойынсерікке былтыр кірген Қозбақ деген кедей жігіт екен. Айналасындағылар бұл қайдан шыққан батыр дегендей таң қала қарасады. Жаңа сөзін аяқтап отыра бергенде саңқ ете түскен дауыстан қайта көтеріліп тұрып қалған Айдарәлі еңкейіп қасындағыларға күбірлегендей болды. Сол жағында отырған төңкерістік комитет төрағасы орнынан тұрып, «Ондай болмайды», деді салмақты сөйлеп. «Мойынсерікке байда, кедейде бәрі бірдей болсуы керек. Егіншілік, астық бәрімізге ортақ. Мұндай жағдайлардың бәрін басқарып, қарап отыратын адамдар сайлау керек. Мына болыстық төраға Омарбекке айтып отыру керек қой», деп қасындағы Көкбел болыстық комитетінің төрағасына не дейсің дегендей қарап қойып орнына отырды. «Осындай жиын топта айтайын дегендеріңізді ашық айтыңыздар. Ешкімден жасқанбай, сескенбей, тура айтқандарыңыз бізге де үлкен қолдау», деп бастады сөзін Омарбек. «Жаңағы Қозбектің сөзінде шындық бар деп ойлаймын. Кейінгі кезде байлар кедейлерге қайта көз аларта бастаған сияқты. Мойынсерікке көмектесу бұлай тұрсын. Неше жыл есігінде жүрген жарлы жақ байларға ақысында бергісі келмей жүрген байлар бар. Тіпті кейбір байлар малын өтірік азайтып көрсетіп, үкіметтің белгілеген азық-түлік салығын да толық төлегісі келмей жүр. Бұндай әрекет Совет үкіметіне қарсылық болып табылады». Осы кезде сол қанаттағы топ ішінен тағы біреу дауыстады. «Мен Боранқұл Бекбергенұлы деген боламын. Өзім өмір бойы осы ауылдағы Иманбай байдың қойын бақтым. Қазір менің ешкімім жоқ. Әке-шешемде осы байдың есігінде жүріп дүниеден өтті. Қашанғы мен өстіп жүре беремін. Енді бұлай Совет үкіметінің арқасында өзіме өзім келіп, Мойынсерікке кірейін десем, ақымды бермейді. Баласы екеуі мені мазақ қылады әуелі», деді. «Әй, мынау өтірік айтады, айтқан өтірік», деген дауыстар естіліп еді. Жұрттың ортасында отырған ірі денелі Иманбай бай орнынан көтерілді. Жаңағы сөзін сөйлеген бір-екі жігітке «Сендер қоя тұрыңдар» дегендей қолын көтеріп басып қойды да, жан жағына бірер көз тастап алып, «Бұл Боранқұлдың менің қойымды баққаны рас. Әке-шешесі де марқұмдар момын адамдар еді, Құдай берген. Олар өлсе, өз ажалдарынан өлді. Әйтеуір, бізбен қанаттасып жүріп, есіктерінің алдына қара-құра мал бітті. Менің малымды бақса, оларға да жан бағыс ішіп жем керек. Қысы жазы қызылсыз болған жоқ». «Өтірік айтады», деп айғайлады Боранқұл. «Жесе, сенің малыңды жеді ме? Өзінікі болатын. Сенің тышқақ-лағыңды да көрген жоқпыз». Осы кезде бұларды айтыстыра бермейік деген оймен Омарбек: «Болды, Боранқұл. Бәрі түсінікті. Кішкене қоя тұр», деп оған басу айтты да, Иманбайға қарап: «Сіз айта беріңіз». «Айтсам, осы Боранқұл бармақтай күннен қолда өсіп келеді. Енді міне соқталдай жігіт болды. Еш жамандық істеген жоқпыз. Ақымды бермеді» дейді.
киім кешек тамағының қайдан келіп жатқанын білетін шығар. Иманбайдың даусы жаңағыдай емес бұзылып шықты. Енді келіп, бұлай соғып тұр. Әке шешеңнен қалғаныңда қандай едің Боранқұл? Арық малды асырасаң, аузыңды майға толтырады. Арық адамды асырасаң, аузыңды қанға толтырады деген. Құдай тәубаңды ұмытпасаңшы, деп даусы дірілдей барып, сөзінің аяғын жұтып қойды. Боранқұл тағы бір нәрсе дей беріп еді, Омарбек қолын көтеріп басып қойды. Ай, Боранқұл айналайын, кішкене сабыр ете тұр. Әлі мұндай жағдайды анықтаймыз. Совет үкіметі, кедейдің үкіметі. Кедейдің ақысын байға жегізбейтін үкімет. Кімнің кімге қанша ақысы кеткенін тексереміз. Мойынсерікке кіргісі келетіндерге ешқандай тосқыншылық жоқ. Деген тұста тағы да дауыс естілді. Мен 1 жылдан бері мойынсерікке кіргенмін, деді Дәулет деген саптығыр қара жігіт. Жаңағы Қозбақ айтқандай, байлардан еш көмек көрген жоқпыз. Көмектеспек тұрмақ өзімізді келеке қылады. Кейбір байлар жер даулап, егін салуға жыртатын жерді де толық жыртқызбай қойды. Көктем басталғанда Айғыржалдың жоғарғы жағындағы төскөйді жыртып жүргенде, Еркінбек бай өзіміз жыртамыз деп белгіленген көп жерімізді жыртқызбай тастады. Менің көктеуім жыртпайсыңдар деп ат ойнатып, әкіреңдеп тұрып алды. Оның үстіне бір соқамен ештеме үнбейді екен. Соқа және басқа саймандар керек. Мен метрейдің есігінде жүргенде оның 2 соқасы бар болатын. Соның біреуін бір байға берген дейді. Соны тауып алуымыз керек. Күн санап мойынсерікке кірушілер көбейіп келеді. Ал Құрал Сайманнан жұрдаймыз. Бұл жігіт неше жыл метрейдің малайында жүріп еді. Кейін метрей кулак тәркіленіп жер аударылғанда мойынсерікке алғашқылардың бірі болып кіріп, белсенді жұмыс істеп жүр. Дәулеттің айтып тұрғаны өте дұрыс қой деп ойлаймын, деді Омарбек осы кезде. Күн санап кедейлер мойынсерікке көптеп кіріп жатыр. Бұл өте қуанышты жағдай. Енді оны жан жақтан қолдауымыз керек. Соқа Сайман жағдайын ойластырып жатырмыз. Енді аз күнде ел жайлауға көшеді. Ал салған егінді қарайтын адамдар керек. Олар осында қалу керек. Көзгі ораққа дейін қоруылдап қарамаса, ары өткен бері өткендер, мына Айғыржал мен Қақпақтың орыстарының шошқаларақ талқандап кетпей ме? Онда босқа еңбегіміз еш болады ғой. Есіне бір нәрсе түсіргісі келгендей сәл тұрып қалды да қайта сөйледі. Құрал Сайманның арба орақтың жетіспейтіні рас. Өткен уездік жиналыста да осы мәселе сөз болды. Біз енді күзге дейін егін ору басталғанда кәдімгідей құрал жабдығымыз болу үшін осы бастан қам жасауымыз керек. Сондықтан ортақ малдан мал айдап өткізіп, керекті жабдықтарымызды, соқа, арба, тырма, орақ тағы басқаларды алып қайтуымыз керек Алматыдан. Ол үшін салықтан жиналған малдың есебін жаттап, қат-қат сүру керек. Соны өткізу керек. Жоғарғы үкіметтің бұйрығы сондай. Себебі қаладағы жұмысшыларға азық-түлік, ет, май керек. Бізге соқа, арба, темір, терсек бұйымдары қажет. Ауылдағы шаруалар мен қаладағы жұмысшылар арасында осындай айырбас жасау арқылы байланыс орнайтын болады. Ел жайлауға көшкеннен кейін осы іспен шұғыл айналысып баратын адамдарды, айдалатын малды жолға дайындауымыз керек. Отырғандар тағы да дабыр-дұбыр сөйлесіп басылды. Осы кезде Бөрбай, Тінәлі, Таңжарықтар да өзара күбірлесіп тұрды. Шындығында кедейлердің ояна бастаған екен бөкі,
деді Таңжарық ақырын ғана Бөрібайға қарай еңкейіп. Оянғаны жақсақ қой. Бөрібай түйткілсіп барып. Бірақ көбі еш нәрсенің байыбына бармай, босқа даурығатын сияқты деді. Енді қайсын бұл байқұстарда, деп сөзге Тінәлі араласты. Екі сөздің бірінде өкімет кедейдікі, кедейдің есесін байға жібермейміз деп қақсап жатса. Таңжарық қайтып үндемей ойланғандай болып отырды. Омарбек тағы да біраз сөйлеп, әсіресе азық түлік салығы туралы қатты айтты. Кейбір байлардың әдейі қасақана салықтан қашып, өзін бай емеспін, орташымын деп көрсеткісі келетінін де көзге шұқығандай сөйледі. Бізде де салық төлегісі келмейтіндер көп қой, деген дауыс саңқ ете түсті осы кезде тағы да топтың ортасынан. Біраздан бері ешкім үндемегендігі ме, жұрт тағы да дауысқа жалт-жалт қарасты. Ескілеу қара елтірі тымағы бар, қысқа шапанның белін буған өңкүйген сары жігіт екен. Менің Мойынсерікке кіргеніме 6-7 ай болды. Бұған дейін 10 шақты жыл Берікбай байдың қойын бақтым. Ақымды толық берген жоқ. Бермек тұғыр өзімді адам құрлы көрмей, маңайына жолатпайды. Енді алашағым кетсе де, айташағым кетпесін дегендей, оның Совет өкіметіне қарсы адам екенін мен де мына көптің көзінше айтамын. Деген кезде оған жақын отырған 2-3 шал, астапыралла, Құдай сақтай көр, ой, мұнау не дейді десіп, жағаларын ұстап, оған шошынғандай қарасты. Берікбай өкіметке азық түлік салығын төлегісі келмей, малын азайтып көрсету үшін біразын өзінің бұрыннан келе жатқан жалшысы Таубалдыға бөліп беріп қойып отыр. Ал ол байқұс Берікбайдың алдауына түсіп, соның сөзін сөйлейтін бопты. Өзімнің малым деп қояды, атасының басы. Өмірі есігінде жүргенде қотыртайын қимаған жылаңқы бай оған сонша малды оп-оңай бере салды дегенге кім сенеді? Бұл Совет үкіметіне қырын қарайтын адам. Тепті көктемде осы аз уақыт болды ғой. Соқаға бір өгізін қимады ғой. Мұндай адамнан не үміт, не қайыр? Бұл үкіметтен осының бәрін тексеретін адам бар ма жоқ ба? Деп сәл тоқтап қалды да қайта сөйледі. Мен неше жылға ақымды толық аламын үкіметтің алдында деді. Ей қарағым Омарбек, деген дауыс шықты бір шеттен, ұзын бойлы әдемілеп тұжырған боурыл сақал мұрты өзіне жарасқан қызыл шырайлы Берікбай бай орыннан көтерілді. Қашқанда Құдай дейді, қуғанда Құдай дейді дегендей. Құдай аруақ бар ғой. Жаңағы сөйлеген Әлімбектің менің қойымды баққан рас. Қартайып отырған жалғыз шешесі бар. Өзіміз бір атадан тараймыз. Тегі оған істеген жаманшылығым жоқ. Шешесінің көзі отыр ғой. Айсын, Мойынсерікке кірем, ақымды бер деді. Алдына жан бағарлықтай мал салып бердім. Разы болған болатын. Енді білмейм, неден құйы бұзылып тұрғанын. Жарлының байда тоқтылы ғой ақысы кетеді деп, енді осынша лағанаттауға бола ма? Жақсы, Совет өкіметі кедейдің ақ өкіметі болсын. Солардың ақ сөзін сөйлесін. Біз де адам баласымыз ғой. Өкіметтің айтқанын істеп жатырмыз. Пәлен деп қарсылық көрсеткен жеріміз жоқ. Жаңа Таубалдыға малым бөліп беріпті дейді. Тура, бердім. Барып көріңдер. Мына орта қақпақтың аңғарында отыр. Берсем бөтенім емес, өзімнің ағайыным. Екі туып бір қалғаным. Жасырып жабатын еш нәрсесі жоқ.
осы отырған жұрттың бәрі біледі. Өмір бойы өзіміз қанаттасып бірге келе жатырмыз ғой. Шай дескен жоқпыз. Енді заман мынадай болды. Мойсын басқа бола ма? Әнекей, өзді айтып тұр ғой. Әшімбек деген жігіт өршелен айғайлады. Мына заманға қарай істеп отырған айласы. Әйтпесе, Таубалдыға қой қайда? Берікбайдың қулығы. Бұрын берсе қайда қалыпты? Берікбай байсалды сабырлы кісі екен, әлі де дауыс көтермей. Япырай, Әшімбек, әй айналайын, сонша не болды саған? Еш нәрсенің қисыны жоқ. Бұл қыңырлығыңның аты не? Не аласың? Алатыныңды айтсаңшы өкіметтің алдында. Қалай екен? Айтсам айтам. Әшімбек те қояр емес. Салғыласып айтса бермеңіздер енді, деп Омарбек те өзінше байсалдылық танытқан болды. Алғаш үлкен бір әшкере болатындай көрініп еді, қазір бір түрлі жай ғана көңілдегі қыжыл, ұсақ салғыласу сияқты болып бара жатқанына тосылыңқырап отыр. Дегенмен тексеріңкіреп араларын анықтау керек екен деп түйді. Бағанадан қалай болар екен деп үндемей отырған Таубалды Әшімбектің қисынсыздау қылығына не дерін білмеген. Енді өзінің аты әңгіменің арасында әлсін әлі атала бергеніне шыдай алмады білем. Ақырын орнынан тұрды. Егде тартқан орта бойлы қара кісі қара елтірі бөркін бір көтеріп қойып. Әй ағайындар, Омарбек қарағым, қашанда сөз шындығынан бұзылмайды. Берікбай менің туысым екені рас. Мына ел отыр ғой. Одан осы жасқа келгенше еш жамандық көрген жоқпын. Жаңа Бекеңнің өз айтты ғой. Бұрыннан бағып жүрген қойым, бір қора қойын маған берген рас. Құдайға шүкір қанағат, деп орнына қайта отырды. Бір сәт ешкім үндемей қалды. Жақсы, әлі анықтап сөйлесеміз, деді Омарбек. Тағы кім не дейді дегендей көпшілікті шола қарап, осы кезде отырған жұрт тағы да дуылдасып кетті. Сонда Таубалды да байлар қатарына қосылады ғой. Онда салық төлеу керек қой. Аяқ астынан байыпшыға келіпті ғой өзі, десіп барып басылды. Әшімбек тағы бір нәрсе дегісі келіп ұмсынып еді, Омарбек қолын көтеріп. Әшімбек, сен осы жиналыстан кейін кеңсеге келіп жолық. Қалғанын сонда сөйлесеміз, деді. Одан өзде жалыққан сияқты. Менің бір сауалым бар, деп топтың оң шетінен мұрты едірейген көзі тікендей бір ұзын бойлы қызыл жігіт дауыстады. Жаңа салық жөнінде айттыңыздар. Одан ешкім қашып отырған жоқ. Малын да, сүтін де, майын да беріп қойып жатырмыз. Бірақ осы салық әділдікпен салынса. Мысалы, мына Бөрібай, баспақтар неге байдың қатарына қосылмай, орташаға жатқызылған? Бұлар да ежелден байдың тұқымы емес пе еді? Әкелер қажатанған, олар да байлармен бірдей салық төлесін. Жұрт қозғалып, Бөрібай таңжарықтар тұрған жаққа қарасты. Жайбарақат отырған Бөрібайдың қаны басына шапшып, екі беті ду ете түскендей болды. Таңжарық та алғаш елең етіп, қасындағы кісілерге жалт-жалт қарап, бір нәрсе деуге батпай тұрып қалған. Отырған жұрт, елге сыйлы азамат Бөрібай не дер екен енді дегендей тынып қалыпты. Жиылысты басқарып отырғандар да тым тырыс.